сәлеметсіңдер ма? 4-тоқсан білесіңдер, бізде тамақтану мәдениеті. Бүгінгі бізбен сендерменен өтетін сабағымыздың тақырыбы десерт әзірлеу технологиясы. Сол десерт әзірлеу технологиясына сендерменен біз бүгін жасайтын екі тағамның түрі. Оразаның кезінде таптырмайтын тағамның түрі. Бұл біреуі бір түрі жент жасаймыз талқаннан, екінші түрі тарыдан майсок жасап көрсететін боламыз. Орнымыздан тұрып, бір-бірімізге сәттілік тілеп қояйық. Шеңбер жасап, санама арқылы екі топқа бөлінеміз қазір. Сосын екі топқа бөлінгеннен кейін екі мына жердегі орындарына отырып жайғасасыңдар. Ал бір-бірімізге сәттілік тілейік. Санаңдар енді ал санап екі топқа бөлінейік. Бір екі деп санап бөлінесіңдер. Осының бас әріптерін алу арқылы сендер өз топтарының атын табатын боласыңдар. Топпен жұмыс дәл ұйымдасып отырып ал қандай пайдасы бар, тез оқып аламыз да көз жүгіртіп сұрақтарға жауап беретін боламыз, фастфуд және де майлы тамақтар, чипсы, келешкелер адамның жүйесіне қатты тиеді. Олардың өмірі қысқарады, денсаулықтары нашарлай басталады. Енді дұрыс тамақтанудың адамның ағзасына әкелетін пайдалары қандай? Пайдасы. Дұрыс тамақтану адам ағзасына өте пайдалы және біз ағзамызға керекті дәрумендерді саламыз. Ал қыздар енді топтық жұмыстың екінші тапсырмасы ол сендер өздерінің топтарымен топтың артында жем жасайды, ал қыздар 40 тобы өздерінің тарыдан жасалған майсогын жасауға кіріседі. Мен сендерге қазір ыдыстарын берейін. Майсогты мынаны жасайтын боламыз, балалар? Міне талқан. Ал балалар, мынау не нәрсе екенін білеміз ба? Не бұл? Бұл не нәрсе? Бұл тары. Майсок жасау үшін бұл тарға алдымен біз осы бататындай етіп қайнаған суды құйып алу керекпіз. Сонда мынау біздің тарымыз кішкене жібу керек. Міне қазір көріп тұрғандай. Мен қайнаған суды қойып құйып қояйын. Мынау әбден өзі судың бәрін сіңіріп алады да жібейді. Ал балалар, мына не екенін білдік, бұл тары болды. Бұл қалай осындай тары күйінде болып бізге келеді? Бұл негізі өсімдік ретінде өседі. Кәдімгідей өседі, ұзын шөптің бетінде сондай сабағына бұл тары болып піседі. Сол тарыны піскеннен кейін жинап алады да, оны суырып салып, сыртындағы қабықтарын бәрін ашып, осындай тары қылып бізге дайын күйінде сатады екен. Осы тарыдан кейін бұл өңдеуден өтеді, ол тары қуырылады. Қуырылғаннан кейін оны диірменді білесіңдер ме? Диірмен, қол диірмен бар, болмасам қазір неше түрлі комбайндар шықты, заманауи. Сол диірмендерден өткізгеннен кейін ол мынандай күйінде болып бізге келеді. Бұның аты талқан. Талқан екен. Қазір сендерменен талқаннан жем жасайтын боламыз. Міне, бұл диірменнен шыққан тарының ұнтақталған түрі. Міне. Бұл тары талқан. Талқанды біздің ата-бабаларымыз негізі
неше түрлі жармалардың түрі көп қой бізде. Бидай бар, бидайдың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Қара бидай, ақ бидай, қызғылт бидай деп. Сол неше түрлі бидайдан, осындай жармалардан, бидайдан, тарыдан, қатып қалған наннан да ата-бабаларымыз осындай талқан жасап қойған. Бұл талқан өте пайдалы әрі ұзақ сақталатын қазақтың ұлттық тағамының бір түрі. Біз сендердің тобымен май сөз жасаймыз, ал май сөзге қажетті қандай бізге мына жерде құрамдар керек болады екен. Алдымен тары, сосын қант, сары май, қоюлатылған сүт қажет болады. Ал балалар, енді жет жасау үшін бізге не қажет болады? Алдымен талқан, талқанға салынады қант, сосын барып сары май, сосын қоюлатылған сүт түрі. Екі топта өздерінің алдына қойған мақсатына жетті, жетті өздерінің қолдарынан шыққан жетті орындап кетті, ал көп тобымыз өздерінің қолдарымен мәселе орындап кетті. Енді бүгінгі сабақтағы жасаған өзіміздің тағамдарымыз ұнады ма өздеріңе? Ұнады ғой. Енді ұнаған болса, әр топ өзінің екінші топқа жасаған өнерлеріне баға береміз. Қазір ауыстырып, құрт тобы жеттен ауыстырып баға береді. Жент тобына, ал жент тобы майсөппен ауыстырып, құрт тобына өз бағаларын береді. Екі топ бір-бірін өзара бағалайтын болады.
жазыңдар. Соған байланысты өз ойларыңды мына жерде мен тақырда 3 ағаш сызып қойдым. Ал мынау жақсы түсінген болсаңдар, жасыл қағазда бірінші ауыл ағашына, орташа болса толықтыратын білімдерің бар болса тағы да ортаға жапсырасыңдар.